Құрметсіздермен, құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен бірге функция деген ұғымды үйренетін боламыз. Мысалға, бізге бір функция берілсін, fx деген. Біз бұнда x-ің орнына бір санды қойсақ, ол бізге бір қандай да бір санды шығарып беретін болады. Мысалға, өмірден былай алсақ болады. Мысалға, fx деген бір фабрика болса, сол фабрикаға бір x деген шикізатты салсақ, ол бізге бір y деген өнімді шығарып беретін болсын. Енді осы функцияға мысалдар келтірейік. Яғни өмірден мысал келтіретін болсақ, мысалға біз нанның бағасы x тең, нанның бағасы 150 теңге болса, ал бізге 2 нан керек. Сонда біздің функциямыз тең болады 2x-ге. 2x-ге тең болады, және бұл жерден біздің шығатын нанның бағасы сонда 300 теңгеге тең болды. Яғни функция дегеніміз осы, қандай да бір өрнек, сол өрнектегі x-ің орнына бір мәнді берсек, ол бізге тағы да бір басқа бір мәнді шығарып беретін болады. Функцияның енді басқа бір түрлерін қарастырайық. Кестемен және графикпен көрсетейік. Енді бізге x-ің квадраты деген функция берілсін. X-ің квадраты деген функция берілсе, біз кесте аламыз x пен y-тің мәндерін оңай анықтау үшін. Бірінші, x-ің орнына -1-ді, x-ің орнына 0-ді беріп көрейік. x-ің орнына 0-ді берсек, y-те 0-ге тең болады. Өйткені 0-дің квадраты 0-ге тең. Келесі, x-ің орнына 1-ді берсек, x-ің орнына 1-ді берсек, y-те 1-ге тең. Өйткені 1-дің квадраты 1-ге тең. Тағы да осылай -1-ді беріп көрейік. -1-ді берсек, x 1-ге тең болады. Одан кейін 2-ні беріп көрейік. 2-ні берсек, 2-нің квадраты 4-ге тең. Одан кейін -2-ні беріп көрейік. -2-ні берсек, тағы да 4-ге тең. Біз осылай кесте арқылы функцияға берілетін мәндерді, функцияға x-ің орнына қоя алатын сандар мен функцияның мәндерін осылай анықтай аламыз. Және функцияны жақсырақ түсіну үшін бізге керегі енді график көрсетейік. Осылай бір болса, және осылай бір болса. Енді теміз өзгере береді. Бірінші, ең бірінші нүкте бізде 0-де 0. x-те x 0, y-те 0. Осы нүктені белгілейміз. Бірінші нүкте. Екінші, бізде x 1-ге тең болған кезде, y-те 1-ге тең болады. Яғни, осылай примерно алатын болсақ, мына жерге тең. Одан кейін, x -1-ге тең болған кезде, y-те -1-ге тең болады. -1-ге, мына 1. y-те оң саны 1-ге тең болады екен. Және одан кейін, x 2-ге тең болса, бұл 4-ге тең болады. 4-ті бұлай алсақ, бұл жерде 1, 2, 3, 4. 4 осы жерде. x -2-ге тең болғанда, тағы да 4-ге тең. Тағы да мына жерден аламыз. Және осылай нүктелерді, ең бірінші нүктелерді белгілеп алдық. Енді осыдан кейін функцияның графигін сызатын боламыз. Бұл график бізде парабола деп аталатын болады. Келесі тағы да басқа функциялардың графиктерін қарастырып көрейік. Бізге fx тең 2x
плюс 2 деген график берді. Енді тағы да дәл солай кестесіз алайық әуелі. Содан кейін x пен y-дің орнына қойылатын, x-дің орнына қойылатын сәндер арқылы y-дің мәндерін табайық. Бірінші, x-дің орнына тағы да 0-ді берейік. X-дің орнына 0-ді қойсақ, y 2-ге тең, яғни 2-ге 2-ні көбейтеміз, 2-ге 0-ді көбейтеміз 0, 0-ге 2-ні қосамыз 2-ге тең. Содан кейін 1-ді берейік. 2-ні 1-ге көбейтеміз, және оған 2-ні қоссақ, ол 4-ге тең. Минус 1-ді берейік. 2-ні минус 1-ге көбейтсек, минус 2, минус 2-ге 2-ні қосқан кезде 0-ге тең. Одан кейін x-дің орнына 2-ні қоятын болсақ, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 4-ке 2-ні қоссақ 6-ға тең. X-дің орнына минус 2-ні қояйық. 2-ге минус 2-ні көбейтсек, минус 4, минус 4-ке 2-ні қоссақ, тағы да минус 2-ге тең болады екен. Енді осы функцияның графигін сызып көрейік. Бір тексерейік, минус 4. Осы функцияның графигін сызып көрейік. X-дің орнына 0-ді беретін болсақ, X-дің орнына 0-ді берсек, y-іміз 2-ге тең. 2-ні мына жерден алайық. Осы нүкте болсын. X-дің орнына 1-ді беретін болсақ, ол 4-ге тең болды. 1-ді бердік, ол мына жерде 4-ге тең. 1, 2, 3, 4. Осы нүктені алайық. Енді келесі x-дің орнына минус 1-ді беретін болсақ, ол 0-ге тең. Және x-дің орнына 2-ні беретін болсақ, ол 6-ға тең. 4, 5, 6. Енді осы жерден ақ біз байқап тұрмыз графигіміздің осылай бір түзу сызық бойымен кете беретінін. Сызықшпен сызып көрейік. Осылай бір түзу сызық бойымен кете береді. Енді бізде осындай график пайда болды. Енді осымен сабағымыз тәмам. Рахмет, назар қойып тамашалағандарыңызға. Сау болыңыздар.